Сәлем достар, бүгін кешкі асқа гречка палау жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге ет қажет болады, картошка, сәбіз және пияз қажет болады. Етімізді ұсақтап турап алатын боламыз, майдалап. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп турап алыңыздар. Соңында қанша грамм салғанын бәрін жазып кететін боламын. Мінекей, осылай ұсақтап етіп, жақсылап турап аламыз. Өте дәмді болып шығады тамақ. Мінекей, уже турап дайындап қойдық етімізді. Екіншіде біз пиязымызды турайтын боламыз. Пиязды өздеріңіздің қалағанша етіп турасаңыздар болады. Біреулер майда қылып турасаңыздар да болады, ірі қылып турасаңыздар да болады. Мінекей, пиязымызды жақсылап турап аламыз. Пиязымызды турап болғаннан соң картошкамызды майдарақ етіп турасаңыздар өте әдемі болып шығады. Және де тез пісетін болады. Мінекей, осылай етіп жақсылап турап аламыз картошкамызды да. Одан соң келсе сәбізімізді турайтын боламыз. Сәбізімізді ұзынша етіп турайтынбыз, соломка сияқты турайтын боламыз. Өте әдемі болып шығады, өйткені үлкен қылып турасаңыздар. Міне осынша етіп турап аламыз. Бұл тамақты жарты сағатта тез дайын болатын тамақтың бір түрі. Асығып тұрсаңыздар, тез жасап кетсеңіздер болады. Мінекей, қазанымызға майымызды салып, астын жақсылап қыздыртатын боламыз. Майымыз қызу керек. Қызған майға етімізді салып, етіміз қызарғанша қуыратын боламыз. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жақсылап қуырып аламыз. Кішкене қызару керек етіміз. Оның үстіне пиязымызды салатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Оның үстіне тұзымызды салатын боламыз. Ет пен пиязды қуырып жатқан кезде тұз салсаңыздар, етімізге тұз сіңіп, өте дәмді болып шығады. Және де оның үстіне сәбізімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Мінекей, өте әдемі болып қуырылып жатыр. Оның үстіне картошкамызды салатын боламыз. Және де тағы да қуырып аламыз. Мінекей, уже кішкене картошкамыз пісуге жақын қалғанда 2 стакан су қосатын боламыз. Астын ақырын отта пісіретін боламыз, қайнататын боламыз. Ақырын отта 10 минуттай, 15 минуттай қайнау керек. Жақсылап, мінекей, қайнап шықты. Ол қайнап жатқан кезде біз гречкамызды жақсылап жуып аламыз. 2 пиала менде гречка салдым. Оны жақсылап 3-4 қайтара жуып аласыздар. Дайын болған суымызға гречкамызды салып бұқтыртатын боламыз. Астын кішкене
көтересіздер, өйткені тез су тартылу керек. Мінекей крышкасын жауып жақсылап тоқтырамыз. Мінекей жақсылап қайнап жатыр, ақырындап тартылып жатыр. Мінекей уже тартылады. Енді ақырын етіп отымызды ақырын қоятын боламыз, жақсылап қозғап, және де кішкене 4-5 минутқа дымдап қоятын боламыз. Кешкі асқа таптырмайтын тамақтың бір түрі тез дайын болады. Мінекей уже 4-5 минут уже дымдалып, әдемі болып шықты. Енді дастарханға қойып ұсынсаңыздар болады. Баға беріп кетіңіздер. Мен бұны 3 адамға етіп тамақта жасадым. Сіздер егер көпшілік болсаңыздар, кішкене қосасыздар жаңа қоспаларды. Мінекей дәмді болып шығады. Баға беріп кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта жақсы видеолар шығарамын.